Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен өте әдемі қып-қызыл болып пісетін маковый булочкалардың рецептімен бөлісеміз. Менің арнама жазылмаған болсаңыз жазылып, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Ал менімен бірге болыңыздар. Бисмиллах деп ыстық сүтімізді құямыз. Оның үстінен майымызды салып, майымыз ерігенше жақсылап отырып араластырып алатын боламыз. Одан кейін қантымызды саламыз және оны да екеуін бірге араластырып ертіп алатын боламыз. Бір 5 минутқа қойып қоямыз. Бізде сүтіміз сәл жылуы керек. Мінекей жылып еріп қалды майымыз. Оның үстінен тұзымызды сеуіп, дрожжімізді, яғни ашытқымызды салып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Бір жұмыртқаны салып, сұйық майымызды құятын боламыз. Сұйық майдан азғантай алып қаламыз бетіне жағуға. Одан кейін електен өтілген ұнымызды 2-3 бөлікке салып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Осылай бөліп салып қамырымызды илейтін боламыз. Бізде қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа жұмсақтықта қамыр иленуі керек. Мінекей, барлығын осылайынан араластырып қамырымызды жақсылап бір-бірінің басы біріккенше илеп алып, ашытуға жіберетін боламыз. Жаңағы майымызды құйып, бетінен жағып, пленка жауып, ашытуға жіберетін боламыз. Осылайынан жауып қойып, ашытуға жібереміз. Менде 2 сағат көлемінде тұрды. 2 сағаттан кейін қамырым өте әдемі болып көтерілді. Мінекей, қамырымыз қараңыздар, өте әдемі көтерілген. Енді осы қамырмен жұмыс жасайтын боламыз. Қамырымызды алып, осылай дөңгелекше етіп, зуала жасайтын боламыз. Барлығы бірдей қылып, бірдей көлемде кесіп алып, осылай зуала жасайтын боламыз. Бір 10 минутқа қойып қойдым мен, қамырым сәл көтерілсін деп, демалсын деп. Одан кейін осылайынан қамырымызды жұқа қылып жаятын боламыз. Ішіне менде мақ қосылған. Мақты кішкене сүтке неғып қойдым, бұқтырып қойдым. Енді осыны салып, булочкаларымызды түйетін боламыз. Осылайынан барлық жеріне жағып алып, рулет тәріздес орап, одан кейін бүктейміз да ортасынан кесетін боламыз. Сіздерге көрінсін деп істеп жатырмын мына жерде. Осылайынан ортасынан бөліп, жүрек тәріздес болады. Осылайынан екіншісінде көрсетейін. Барлық жеріне жағып аламыз. Бізде магымыз көбірек болса, булочкамыз өте дәмді болып шығады. Осылайынан енді рулет тәріздес қылып, жақсылап орайтын боламыз. Сіздерге көрініп атқан, жақсы көрінсін деп, осылай жаймен түсіріп жатырмын. Енді ортасынан пышақтың көмегімен кесетін боламыз. Осылай кесіп, қараңыздар, өте әдемі түйілді бізде. Мінекей. Енді осылардың барлығын жайып, противнімізге салып, газымыздың астына жіберетін боламыз пісіруге. Әркімнің газы әртүрлі. Менде 180 градуста пісіп шықты. Осылайынан жұмыртқамыздың сарысын жағып шығатын боламыз. Қып-қызыл өте әп-әдемі болып піседі бізде. Барлығына бірдей қылып тигізіп жағып шығыңыздар.
газдың астына жіберетін боламыз пісуге. 180 градуста пісіп шыққанмен де 30 минут шамасында қойдым. Көтеріліп өте әдемі болып шықты. Мінекей бізде осындай сұлулық шықты. Қараңыздаршы, өте әдемі. Бізге ас болсын.